Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге қазіргі хит болып жатқан косметичканы тігіп үйренетін боламыз. Бізге основа қажет болады. Менде көгілдір велюр матасы. Сіздер өзіңізге ұнаған любой матаны таңдасаңыздар болады. Астарына мен поплин матасын қолдандым. Формасын ұстап тұру үшін, пухлы болып тұру үшін осындай синтепон матасын қолдандым. Основаларының барлығының размері синтепонның, велюр матасының, поплин матасының размері 38-де 48. Дополнительно видеода көріп тұрғандарыңыздай маған замок, ине жіп, линейка мен қайшы қажет болады. Алдымен велюр матасын видеода көрсетілгендей қылып ромбиктер сызып шығатын боламыз. Біздің линейкамыздың ені 3 сантиметр. Барлығын сызып болғасын, неге екінші жағынан дәл осылай сызып шығатын боламыз. Неге бізде основамыз полностью ромбиктелді. Енді астына синтепон матасын қойып, инемізбен түйреп шығатын боламыз. Дайын болған основамызды тіке тігіспен закрепка беріп отырып, тігіп шығатын боламыз. Бізде өте әдемі пухлый ромбиктеріміз шықты. Енді керек емес жерлерін қиып алып тастайтын боламыз. Алып тастағасын ендігі кезекте замок тігетін боламыз. Тісі ішке қарап тұру керек. Көріп тұрғандарыңыздай аст жағына замокты қойып, аст жағын қойып, тістерін іш жаққа қаратып, матаның іш жағына қаратып, закрепка беріп тігіп шығатын боламыз. Замокты тігіп болғасын бізде астар тігетін боламыз. Замокты тігіп болдық. Енді мінеки поплин матасын алып, велюр матасы мен поплин матасын бетке бет қойып, инемен түйреп шығатын боламыз. Неге закрепка беріп отырып, біз тігіс түсіретін боламыз. Екінші жағында түйреп алдық. Енді екінші жағына келгенде біз 5-6 сантиметр тікпей қоятын боламыз. Тастап кетеміз орын.
өйткені қазір косметичкамызды дұрыс жағына айналдырғанда бізге керек болады. Қалған жерлердің барлығын тіпті стаймыз закрепка беріп отырам. Біз енді петля дайындайтын боламыз косметичкамызға. Бізде петлямыздың размері 2,5-да 8,5, 2 бүктеп тіке тігіз түсіретін боламыз. Закрепка беріп отырамыз. Тігіп болғасын петлямызды оң жағына айналдыратын боламыз. Неге оң жағына айналдырдық петляны. Енді осы петляларымызды дайын болған косметичкамызға тігетін боламыз. Қазір мінекей косметичкамызға оң жағына айналдырып, тіке тігіспен петлямызды тігіп шығатын боламыз. Екінші замоктың ашылатын жағына біз бірінші тікпестен бұрын замогымызды біріктіріп тігіп алатын боламыз. Содан кейін барып петля тігетін боламыз. Мінекей біз косметичкамызды теріс жағына айналдырып, ішкі жағын көріп тұрмыз. Велюр матасының центрін тауып, инемен сүйреп жатырмыз. Біз екі қапталында тігіп болдық. Бізде осындай прямоугольник шықты. Енді кесекте тігісті санамағанда 5-5 см квадрат сызып шығатын боламын. Квадраттарымыз дайын болды. Тігісті санамағанда 5 см квадрат кішкентай. Енді сол квадраттарымызды төрт жағынан да қиып алып тастайтын боламыз. Тұрғандарыңыздай бұрыштары осылай тігетін боламыз. Мінекей төрт жағы да дайын болды. Енді манағы қалдырып кеткен кішкентай отверстиемізден біз косметичкамызды шығаратын боламыз оң жағына. Косметичкамызды шығардық, оң жағына өте әдемі формасын ұстап тұратын косметичкамыз шықты. Петляларды әдемі шыққан, бұрыштарын осылай қолымызбен көмектесіп шығарып шығатын боламыз. Өте әдемі. Енді бізде осындай
ашық қалған кішкентай жерімізді инемен түйрейтін боламыз барлығын. Инемен түйреп болғасын үстінен осылай бір тігіс жүргізетін боламыз екі жағынан да. Бізде осындай әдемі косметичка шықты. Өте керемет, супер. Өздеріңізге, аналарыңызға, құрбыларыңызға тігіп берсеңіздер болады, әлде заказ алсаңыздар да болады. Видео ұнаса әрине лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.